жапондардың сөздік қорының 70-80% осы күрішке байланысты екен. Мысалға Шораяқтың өмірі айтады, үйіңді нағыз ақтан жаппасам да жағалай жаңа тарым дөдегенді дейді. Дөдеге деген сөзді қазір ешкім білмейді мысалы. Бір дередей дейді, бір үлкен нәрсені бір дередей дейді. Енді осы дере деген сөзді осыны тарқатып көрсек. Енді қазір мен қорқамын шынымен де бірден айтуға ше. Көшпенділіктен айырылып қалдық қой. Иә. Көшпенділіктен айырылғаннан кейін біз киіз үй тігілмейді. Сосын бұл киіз үйдің айналасындағы әңгіменің бәрі жойылып барады. Оны білмейді қазір. Желтоқсан боздақтары дейміз. Иә. Осы жердегі боздақ деген сөзді айге бір осыны талдап түсіндіріп берші. Не айтып отқанын білу керек қой. Иә, не айтып отқанын білу керек қой. Айтады, түсінбейді. Өзі не айтып отқанын білмегесін, ол екінші тыңдарманға жетпейді ғой ол сөз. Қайырлы күн, Анаға тағзым орталығының YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде Шырағдан подкасты жаңа түсірілім, және бүгін бізде қонақта мәдениет саласының үздігі, жырау, айтыскер ақын, Қазанғап музыкалық колледждің ән салу дәстүрлі өнер жыр бөлімінің бөлім меңгерушісі Айдос Рахметов ағамыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Шырағдан подкасты деп бізді шақырғандағы жалпы біздің түпкі ойымыз бұл енді сіз мынау қазақтың сөз ұстағандар деген сөз бар ғой бізде. Иә, сондай сөз ұстағандар деп осы термені де айтыста да осы сөздің нағыз арғы мәйегін айтып бере алатындай біздің мына тыңдармандарымызға базар жыраудың айтқандай бар емес па? Құмарын тарқат алқаның. Иә. Ақыласын көптің қайтармай, кейінге қалсын кеңесін үлгі қылып айтардай дейтін. Дәл сондай үлгі қылып айтардай, кеңес айтар деп сондай оймен шақырдық өзіңізді. Енді біздің мынау жалпы қысқаша айтып кетейік. Біздің жаңадан қосылған көрермендеріміз болса да, таныстырып кетейік. Шырағдан подкасты жалпы біздің мақсат қазақтың күнделікті өзі қолданып жүрген сөздері, бірақ соның мына кейінгі жастардың арасында осының мағынасына жете бермейтін, бұл қалай деген осындай сөздерді біз іріктеп осы біз подкастта мағынасын ашуға тырысамыз. Мынандай қызықты жағдай бар екен, жапондарда күріш егеді екен. Бірақ олар сырттан экспорттап алу әлдеқайда арзанға түседі екен. Егіп өсіргеннен гөрі. Еккеннен гөрі сол сырттан экспорттап алған арзанға түседі екен. Неге десе, сонда да егеді бірақ. Пәленбай ақша бөліп тұрып, оның күтімі бар, жинауы бар. Неге десе, жапондардың сөздік қорының 70-80% осы күрішке байланысты екен. Мынау сөз жоғалмас үшін, бұл қолданыстан шығып қалмас үшін осыны егеді екен. Қолданыста. Күріш қолданысы. Өзінің жері шағынғаны бір аралда тұрған мемлекет қой. Көрдіңіз бе? Дәл сондай біздің кейінгі жастарымыз неге біздің осы қазақтың осы төл сөздерін қазір түсінбей қалды дейтін болсақ, біз айтып жатады, қазір әлеуметтік желі бар, жаһандану дәуірі, европаландық, мынау тұрмыс тіршілігіміз өзгерді дейді. Әрине, бірақ өйткені біздің сол кездегі ана бабадан қалған төл сөздеріміз сол кездегі мынау тұрмыс тіршілігімізге қатысты пайда болған сөздер қазір қолданыста жоқ. Сол ғой енді біздің киіз үйімізден айырылып қалғанның өзі, қараш үйден айырылып баратқанымыз өзінде. Мысалға Шораяқтың өмірі айтады, үйіңді нағыз ақтан жаппасам да жағалай жаңа тарым дөдегенді дейді. Дөдеге деген сөзді қазір ешкім білмейді мысалы. Білмейді ғой. Киіз үйге байланысты көп нәрсе, ана есіктің сықырлауығы кем білмейді. Керегені көк дейтін, ананың көгі түсіп қапты дейді. Көк десе қазір мысалға светті айтады мысалға. Түс екен деп ойлап қалады. Ал таспа тілу десе түйенің көнінен ұзын қылып жіптей қылып таспаны тіліп, мен әкеммен бірге талай керегені көктедім мысалға. Жолыңнан таспа тілдің деген. Жолыңнан таспа тілейін ба дейді. Сол таспа тілу деген ана түйенің көнін қатып қалады тастай болып, соны суға салып жібітіп тастаймыз былбыратып. Содан кейін барып папым шаппасын қайрап алады да маған ұстатып қойып шетінен кәдімгі. Керегелерді ұстататын ғой. Бәтіңге бау сияқты қылып тұрып тіледі жаңағыны.
соның керегенің анау көгі кетіп қалған жер Көгі. үзіліп кетеді ғой. Иә. Сол жерге қайттан түйіп байлап керегені Иә. көктейді. Сол кезде кереге орнына келеді. Мынау Көгі түсіп Елдос- қалды. Көгі түсіп қалды. Свет ана қалды, Елдос сол. Емеловтің ана орындауында бір термеде де келеді осы. Иә. Дөдегейлі ордадан дүнияға көз салып дейтін жерлер бар ғой. Сол Ал оны қазіргі жастарымызға оны түсіндіріп бере алмайсың өйткені ол дөдегені отқан білмейді. жоқ, киіз үйдің ішінде отқан жоқ, қара шүйді білмейді. Қолданыста мысалы. отырған жоқ, оларды Жоқ, кінәлауға иә. келмейді. Бас құр дейді, мысалға айналдыра оның барлығы. Осындай сөздердің бірі енді біздің жақта мынау дере аяқ дейтін бір теңеу бар. Иә. Дере аяқ мына аттарды айтады, мынау аяғы жуан келетін осындай өте күші көп осындай мен аттарды айтады. Дере аяқ аттар деп. Бір дередей дейді, бір үлкен нәрсені бір дередей дейді жалпақтау. Енді осы дере деген сөзді мысалға осыны тарқатып көрсек. Дере деген мысалға. Евдос, сенің өз ойың бар еді бір. Сенің бір Дере деген енді ол бір қиялдарың бар еді ғой кететін әрі қарай. мына бұл негізі отбасыда осы екеуміздің осындайымыздан шығып кетті осы осындай сөздер ше. Содан бір күні бір сөзді айттым, мен басқа жаққа кетіп қалғанмын ғой мағынасынан. Сөйтсем ол басқа бір деген ол. Енді қазір мен қорқамын шынымен де бірден айтуға ше. Сосын енді білмеймін. Дере деген енді білмеймін бір биік па, бір биіктік па, бір деген келіп отыр маған бір. Әлде бір бұлай нақты неміз жоқ, ойланайын мен әлде де. Айдос ағамнан сұрақ көрейік. Дере. Дере дегенде енді біз енді жырда жаттап өстік қой, жыр жаттап өскенде. Тұрмағанбет ақынның толғауы бар үлкен. Сол толғаудың ішінде айтады. Жаңағы ақпана ақыр дереңде дейді да. Бұл ойық нәрсе болып тұр ғой. Соған қарағанда бұл деген Құдық па? су жиналатын нәрсе. Негізі. Ақпанада су жиналатын нәрсе. Ақырда жаңағы шөп салатын да жиналатын нәрсе. Дереде сондай су жиналатын нәрсе болу керек. Сосын базар жыраудың да тағы бір сөзінде қызылдың су иірілген дересіндей дейді. Су иірілген дересіндей дейді қызылдың. Енді біз қызылда қой бағып жүргенде, әкемізінде жүргенде, оны дере деп те айтады, мысалы қақ деп те айтады, су жиналады. Ана қызыл құм ғой. Соның ішінде мынау бір сазды жерлерге қағынан жерген құландай дейді. Су жиналады. Сол жерді қақ дейді. Енді қызыл соны дере деп тұр да базар жырау. Қызылдың су иірілген дересін дейді. Ол енді бір мынандай біз қақ дейміз. Я бір пәс жерде айтамын, әлде бір сонда сол су иірілетін жерлер су жиналатын астау сондай сияқты. Мұрат Мөңкеұлының термесінде де бар екен. Жауырына қарасаң тастан салған дередей. Кешкі құрым ақ үйден ырғай басып көрінсе қамзол бешпент делегей дейді. Бұл жерде мына жерде тастан салған дередей дейді. Енді осыны мен осыны бір зерттеп келіп, бір іздестіре келіп, менде мынандай ой түйіндейді. Бұның ең бірінші нұсқасы сол жаңа дере аяқ дейді. Дере аяқ дейтін мына жаңа көзге бір 4 қазықты елестетеді. 4 қазықты. Енді мынау жаңа су атбасы дейді, құдықтың басындағы мынау астаулар болады ғой, соның мына 4 жағында 4 қазық. Мына жуан қазық кәдімгі жерге қалған. Содан былай арқандалып, соған қойылған бір астау. Сол естейді. Сол мына жерде ғана 4 жуан қазық мына дере аяқ дейді, аттың 4 аяғы мына дере аяқ дейді. Соны көздан елестейді. Дере аяқ деген сол жаңа деренің 4 қазығы болып аяғы болып тұр ғой, деренің. Мынандай жуан неден. Енді осыдан келеді де ол дере деген нәрсені бұл тастан салған дередей дейді. Осыны жаңа науаны кейін осы астын таспен өрген дейді. Бұл да мүмкін тастан ойып істеуі мүмкін мысалға. Енді астаудың өзі тұрады да, мінекей көрдіңіз ба? Осы жердегісін енді мына біріне көшіп бара жатқан сияқты мағынасы көрдіңіз ба? Мынаны да дере дейді, ананы да дере дейді. Бұл науаның астын ұстап тұратын қандай да бір қондырғы, тұғыр. Осындай болып көрінеді маған. Көрдіңіздер ме? Енді маған енді бір жаңағы құдық сияқты бір ойық, жаңа сіз мысалы су жиналатын жерде мынандай бір ойық жерлерді айтатын шығар деп ойладым. Ол да су жиналатын жердің бәрін дере болып тұр ғой, астауың, жаңағы төртбұрышына не қағып, сосын жаңағы біз қақ дейтін қой, сол базар жырау сол қызылдың су иірілген дересіндей дейді. Қойшы ауылда соған тақыр жерлерде су жиналады, соны да сол дереде айтып, сол базардың жырының арасында кіріседі. Сол дере енді мағынасы сол су жиналатын ыдыс сияқты нәрсе ғой. Ойық бірдеңе болып тұр ғой енді. Көрдің ба? Осындай бізде екі сөздер көп.
бізде енді мына Айдос аға қай жерге қолдану керек екенін білеміз да сосын мындай сөздерді ше. Иә. Бірақ сол қолданған сөзіміздің мағынасын білмейміз ғой. Ол рас Иә. қазір. Мысалға сондай сияқтыларды сен айтып жүресің ғой осы бір жаңағы дардай деп. дардай. Иә. Мысалы соны айтшы. Дардай деген сөз ма? Дардай деген енді кәдімгі бір үлкен алып адамға мысалға ойын тоқтатқан енді бір дардай азаматсың ғой сен деп айтады ғой мысалға. Ау не мынау сенің тірлігің деген сияқты. Дардай азамат деп енді сондай бір ой тоқтатқан бір сенім артылатындай бір адамды айтады ғой. Иә, дардай жігітсің ғой дейді. Дардай азаматсың ғой дейді. Бұл жалпы осындай қазақтың сөздері теңеулері әр жағынан келеді. Бірақ енді оның түпкі мағынасына жетіп жатқан адамдар шамалы ғой енді. Біз енді ғалымдарымыз, біз енді осы сөздердің барлығын мен іздестіргенімде енді біздің жаңағы көрермендерімізге де түсінікті болып кетсін. Бұл негізінде қайдан алып жатыр, өздері қандай да бір нәрсе құрап жатыр ма деп қалмасын. Біз қашанда да біз ғалымдарымыздың еңбектеріне сүйенеміз. Ғалымдарымыздың еңбектеріне сүйенеміз. Біз кітапханадамыз. Кітапханада мынау том қылып, мынандай қалың том қылып шығарған кітаптар бар. Қазақтың сөз қорлары. Осыны ақтарып отырсақ барлығы тұр ішінде. Дардай деп айтады ғой, жаңағыдай өзін дардай азамат деп айтады. Ол енді жан-жақты пайдаланатын сияқты. Бұл бірақ бұл биіктікті маған көрсететін сияқты. Алып нәрсені, биік нәрсені. Биіктікті енді ана моңғолдарда айтады дейді ғой, оны бастық дегенді жаңағы дар деп айтады екен да, дардай деп. Соған келіп сол бастықтай сондай жаңағы білімді деген сияқты соған келтіріп те айтады. Бірақ енді мына жырларда айтылатын сөз бар. Ана ол кезде жаңағы өлім жазасына не қылады, дарғасу деген бар ғой. Сол дарағашта тұрды. Жаңағы аяқ қолы алақ-салақ деп келтіреді да. Сонда ол ана биік нәрсеге ілініп тұр ғой. Оған да сол дарағаш дейді мысалға. Дарағашқа ілініп тұр дейді. Ал анау білімнен де басшылықты басқаруды да дардай. Дардай. Биік енді біліммен де биік. Сәбит Дөнентаевтың сөзі бар екен. Иә. Ағайынға айбатта биік ақсың дардайсың дейтін. Мінекей сол биік. Сондай сөзі бар екен Сәбит Дөнентаевтың. Иә. Осындай ғой мысалға. Иә. Енді негізіндегі мына ғалымдарды былай түсіндейді оны. Сөз төркіні боларлық тұлғаны түркі тілдері ішінен туваларда ғана кездестіреміз. Дарға деген сөз бар екен. Бастық, лауазым. Дарға деп айтады екен. Енді басқа түркі тілдерінен бұл іспеттес сөз кездеспеуіне қарағанда туваларға моңғол тілінен ауысқандығы байқалады. Сіз айтқандай көрдіңіз ба? Моңғолдарда да бастық мағынасын дарға тұлғасы бере алады. Осы тұлға қазақ тіліне ауысқанда моңғолдарға тән ға жұрнағы түсіріліп, оның орнына тілімізде ұқсату, сол іспеттес деген мағынаға меңзейтін дай қосымшасы жалған дардай тұлғасына дейін жеткен деуге болады. Әрі ой елігіне өткізсек те өзін зор тұту, қоқилану сияқты мінез көрсету лауазым жағынан алғанда бастықтарға тән қасиет екені белгілі. Сонда дардай сөзіміз түсініктірек айтқанда бастықтай деген болып шығады екен. Осылай деп ғалымдарымыз ой түйеді. Дардай деген сөз. Бастықтай биік қой енді. Мысалы дарағаш дегенде биік мысалы. Оны да төмен салмайды биік қойылу. Биік ағаш. Биік деген мағынаны келтіреді ғой енді. Алдараспен білім жағынан да. Дарғасыл көрейін десем салмағым жетпейді дегенде. Сонда ана бір ауылдық жерде шамалы бір тентектеу бала болып, өзі әкесі ненің ауылда мектептің жаңа шаруашылық меңгерушісі дейді. Содан анда сыймаған балам, мында сыймаған, өзі жалғыз ұл, өзі тентек. Сонымен ұрттайтыны бар дейді. Содан мектепке қарауыл қылып қойған ғой. Ана кеше неден кейінгі уақыт қой. Кеңестік дәуірі құлап. Содан кейінгі онша емес деу жағдай ғой. Сөйтсе жаңа баласы өзінің әкесінің жаңа мектебі ғой. Соның терезелерін әйнегін шешіп алып сатып жіберіп, сөйтіп жаңа пұл қылған ғой. Сөйтсе әкесі өлтіріп салған ғой сабап. Сөйтсе көгел торғайдай болып кеше жақын үй жақта отыр дейді далада. Жолдас балалар десе, не болды десе, өзімде обалым жоқ қой. Асыл өлейін десем ойымда шиқаным бар дейтін көрді жаңа.
енді жаңа дар деген сөзді бізде көп нәрседе қолданады ғой. Иә, сөйтіп қолданады ғой. Дар етіп жыртылды дейді. Иә, дар етіп жыртылды дейді. Иә. Ол енді даусына байланысты ғой деймін. Ол даусына байланысты. Даусына байланысты. Анау Сол. дар етіп жыртылды дейтін анда президент дейтін Қатты қалың материал бар бар еді еді ғой. ғой. Иә. Сондай ғой. Жыртқан уақытта дауысы деген Дар ет. кәдімгі дарылдап тұр. Иә. Дарылдамай отыршы дейді ғой мысалға. Дар етіп дарылдамас дегеннен шығады ғой. Мына өтірік сөзді ұйқастырып айтатын адамдар бар ғой, соны өтірік екенін біліп отырып, бірақ соның аяқ жағынан сол күшті әңгіме күтіп отырасың ғой. Иә. Новый мотоцикл алдым дейді да бір жігіт. Соның айдап, новый болғанда айдалған, ауылда айдап жүріп, сосын осы нешеге дейін басады екен деп ауылдың шетіне шықтым дейді ғой. Содан мотоциклді барынша басып келатырмын дейді. 60, 70, 80, 90, 100-ге келді. Оң жағымнан бір отар киік шықты дейді. Текесі бастап баратыр екен дейді. Мотоциклмен дейді, жаңағы текемен жарыстым дейді. Сол жарысып кетіп, қызып кеттім дейді. Мотоциклден секірдім да киікті жаңағы текенің үстіне мініп алып, мүйізінен ұстап алдым дейді. Теке қаяққа бұрылса бүткілешілік ешкі сияққа бұрылмай ма дейді. Басын ауылға қарай бұрдым дейді. Мотоцикл қалды әңгімеден көш. Ауылға қарай, үйге қарай алып келдім, как раз есіктің алдында шешем есіктің алдында сыпырып жүрген тұғын дейді. Апа, қораң есігін аш дедім дейді. Апам ашып үлгерді, теке кірді. Жоғарысынан ұстадым да екі аяғым көтеріп қалдым дейді да. Бүткіл теке ешкілердің бәрі кіріп кетті, есік жауып алдым дейді. Қасына отырған жігіт, аға мотоцикл ше деп еді ғой. Ол да осы мына жағыма дар етіп келіп тұр екен дейді. Ұйқастырып айтады. Иә, ұйқастырып. Өтірік болса да қиялы ғой. приятно да ана өзі. Баяның қырық өтірігін айтатындар ғой. Иә, ауылда көл өртеніп жатыр десе білмеймін, күйген балық жеп жүрген дейтін сол сияқты. Анау біздің жаңағы теңеулер дардай деп айтып жатырмыз ғой. Дәл сондай мына арыстай дейтін сөз бар. Қазақта арыстай азамат дейді. Арыстай азаматымыздан айырылдық дейді. Одан қалды алаш арыстары дейміз. Жаңағы бес арыс дейді. Бес арыс. Иә. Бес арыс тұяқты. Иә, бес арыс тұяқты мына қыпшақтың ішіндегі. Осы арыстай деген сөз, жаңағы дардай дегенде арыстай деген қазақта арыс деген сөз бар. Осыны біз жастар демей ақ қояйық. Одан үлкен буын, орта буынның өзінің толық түсінеді дегеніне күмәнім бар. Арысқа ма? Иә, арыс деген сөздің. Арыс деген енді сол арыстай азамат дегеннен ақ белгілі ғой енді ол. Иә. Еліне, жеріне кәдімгі шын патриоттықпен, сезіммен жаңағы қамқор болатын, иә. Сондай азаматтар кезінде осы елім деп кеткен арыстай азаматтар деп айтады ғой мысалға. Елім деп кетті, солар жерім деп кетті, қаншама арыстай азаматтарымыз кетті деп айтады ғой. Енді арыстай дегенде арыстай деп айтады ғой, бірақ Иә. жаңағы ұмытылып кетіп жатыр, жаңағы біз киіз үйімізден айырылып қалғасын, біразын айырылып бара жатырмыз деп айтып жатырмыз. Иә. Шаңырақтың да мына дөңгелек несін арыс дейді ғой. Сосын мынадайлардың несін күлдіреуіш дейді. Күлдіреуіш, иә. Сосын ортасынан бақанмен тіреп жаңағы шаңырақты көтересің. Соны оқпенен жаңағы арыстан оқтай шаншылып, оғын шаншылып, оқ шаншылады. Сонымен киіз үйді көтеріп тұрады ғой шаңырақ, ана арыс арқылы. Шаңырақтың жиегіндегі сол. Жиегінде сол арыс арқылы дөңгелек домалақ арыс арқылы. Жуан ағашы. Иә. Былай арыс. Оны арысын үйіп келтіріп, ұсталар істеп, оны бір-біріне бейтіп, жаңағы кигіз жібереді ғой. Иә, бір жымыластырып, өте доп-домалақ қылып істейді, ана керемет жаңағы арысы. Киіз айып қалса, киіз үйің бүйтіп қалады. Соны арыс дейді. Енді арыс дегенге тіреу ғой, тірек. Бүгін ұлттың тірегі деген арыс дегендер сол ұлттың тірегіне айналған азаматтар, алаш арыстары деген сөз. Соған сиятты келіп негізі арыс. Ана күлдіреуіш дегенді ұмытып барады кәдім мысалға. Күлдіреуіш дегенді ұмытып барады, біле бермейді көбісі. Шаңырақтың ортасындағы мынадай деп қолмен көрсетеді, мынадай ше дейді қазір. Сол сөйтіп оңақылып білетін болдық қой. Мынандай жері ше деген сөз бар ғой бізде. Күлдіреуіштің аты қазір мынадай жер болды оның. Уықты ұштайды тұғын біз. Уықты осы көктемде киіз үйді жайып тастаған кезде уықтардың басы сынып қалады ғой. Соны бүйтіп ұштаймыз қаламдап ана. Неге бірде мына төрт қырлап анау. Сосын мынадай үлкен ломның басын қыздырамыз да төрт қырлап, сол шаңырақтың ана арысына бүйтіп қыздырып кіргізіп ана
Төрт бұрыш болады уықтың ғой. орнын дайындаймыз. Төрт бұрыш болады бұрышты ғой. болады, иә. Сол арысқа жасалады. жаңағы- Бүкіл уық арыс деген сонда арысы деген бүкіл елдің несін көтеріп тұратын деген сияқты. Анау Ұстап тұрады деген ғой. ұстап тұрады. Алмас Алматов ағамыздың қазына дастанда да бар Иә, екен. иә. Арысын шаңырақтың бүтін шапқан деп Бүтін келетін. шапқан, Сондай жыр жолдары бар. Бұхар жол да бар екен ар жағында. Енді бұл жерде басқаша қолданылады. Доңғалақ арба жүре алмас, қос арысы сынған соң дейді. Арбаның астында мына бел ағашын онда арыс деп атаған екен о заманда. Енді оны ұстап тұр ғой арбаны. Киіз үйдің мына екі босағасын, кірер аузында босағасын, онда арыс деп атапты. Арыстай азамат деген мен ойлаймын, осы босағаға теліп айтқан ау, босағаға теліп айтқан. Сықырлауық дейтін сол есікті, ағаш есігі сықырлауық. Орама ши дейді, ши есік дейді мысалға. Шиді орап, ана әртүрлі мағдай оюларменен сол шиді тоққанмен көзін шешеміз дейтін. Сөйтіп ши есік дейді. Ши есіктің ана жоғарыдан бір домалап тастап жібересің, әдемі оюменен түседі. Киіз есік дейді. Киіз есікті қазіргі москитный сеткі ғой. Иә, москитный сеткі қазіргінің ши есігі. Сондай. Біздегі кешегі 30 жылдық мына тәуелсіздік алғаннан кейінгі кешегі 2019-ға дейінгі аралықтағы біздің 2019-ға дейінгі аралықтағы осы біздегі еліміздегі жағдайды көрсең, бізде неше түрлі жобалар болды ғой. Европаға жол дедік, Америкаға жол. Біз ұлттық мынау жалпы арғы менталитетімізден гөрі, бүкіл осы ұлттық құндылықтарымыздан гөрі біз сыртқы құндылықтарға көп мән бердік қой. Мына біздің буын бар, бізден кейінгі буындардың барлығы сыртқы мәдениеттің кейіпкерлерін үлгі көргендей болды. Анау Майкл Джексоннен бастап, одан еліктеушілік, ол екі аралықта мына орыстың мәдениеті келді бізге. Орыстың әндеріне билейтін болдық. Таня Буланованың жаңа әндерінсіз билер өтпейтін болды. Одан кейінгі келіп мынау өзбектің әндері. Көрдіңіз бе? Бұның мен ойлаймын, осы мәдени экспансия деген осы шығар. Біздің өзіміздің түпкі жағымызға ұмтылдырмау. Түпкі нәрсемізге ұмтылмау. Көрдіңіз бе? Түпкі біздің ұлттық құндылығымызға, түпкі негізімізге ұмтылмау. Иә. Соның ықпалы бар дейсің ғой. Әрине, көшпенділіктен айырылып қалдық қой. Көшпенділіктен айырылғаннан кейін біз киіз үй тігілмейді. Сосын бұл киіз үйдің айналасындағы әңгіменің бәрі жойылып барады. Оны білмейді қазір. Біз қойшының баласы болдық та, көшіп қонып жүріп, киіз үйді қалай жығу, қалай тігу, керегені қалай қапсыру, оның бір жағынан қазір жастарға да ренжи алмайсың, иә? Ренжи алмайсың, не деп ренжисің? Ол жоқ қой, қолданыста. Енді осы бір көшпенділер деген сөзді осықанда енді жаңа 10 адам болса 10 түрлі пікір бар дегендей, менің де пікірім басқаша осы бір сөзге. Көшпенділер дегенде бұл сыртқы елдердің бізге деген көзқарасынан туындаған сөз деп ойлаймын. Көшпенділер қазақтардың тұрғылықты мекені болмаған, олар көшіп қонып жүрген деген сондай пікірмен айтады олар. Неге болған? Көшпенділер болғанда ол қыстаумен жайлау ғой енді біздің. Ол мекенсіз жаңа мына сығандар сияқты мекенсіз көшіп жүрмеген. Жаз жайлауы, қыс қыстауы өзінің әр елдің өзінің жайлайтын жері болған. Ол осы екі аралықта ғана жүрген. Мысалы малдың мынау жайылымдық жеріне байланысты, ауа райына байланысты. Осы көшпенділер деген сөзді мынау сыртқы елдердің сол пікірлеріне қарай қойылған сияқты болып көрінеді. Бірақ қазір бізде сол көшпенділер деген қандай бір ұрық беретін бір сөз сияқты болып қолданамыз ғой. Осы бір жағы сәл ойландырады, көрдіңіз бе? Мынау әйелге мынау қызық екен. Өзі мына сөздерге әбде ішіне енген сайын арма қарай тереңдеп кете береді екенсің, енді Құдай жар болсын деп жүрмейді. Енді бұл отырықшы елге айналдырғаннан кейін, мысалы көшпелі болып жүрген кезде, мысалға қыстайсың да жайлауға көшіп кетесің. Мысалы киіз үйді қыста да киіз үйге қыстаған. Біздің ауылда Нұржан деген кісі елге белгісіз кісі болған, соның анасы тамға кірмейді екен, кезек тамға. Мен тірілей көрге кірмеймін деп. Сонда жазы қысы сол киіз үйдің ішінде отырады екен. Сол киіз үйдің ішінен о дүниеге аттандырған ғой, сол жерде өмір сүрген, қыста ішіне от жағады, сөйтіп отырған. Енді мына қыста қыстайды да жазда жайлауға көшіп кетеді ғой. Жайлаудан қысқа келем дегенге дейін сенің мына жақтағы нелерің бәрі жаңағы қурап,
жаңағы неге айырыласып кетеді жаңағы құнар топыраққа құнарға. Біз отырысшы болғаннан кейін қазір бүкіл жаңағы ылас отырықшы жерде ылас енді бөге береді ғой. Қазір енді бәрін тарттырасың, апарып төктіресің, бүкіл енді өте ылас сол отырықшы неден ылас пайда болады. Ал жазда жайлауға көшіп кетіп, жайлауда сояқта болып қайтып келіп қыстауыңа келсең, сол жаздай сенің қыстауыңдағы жаңағы қидың бәрі жаңағы неге айналып, көңге айналып сөйтіп кетеді мысалға. Сол дайын тұрады. Біздің қазақ солай тазалық сақтаған ғой. Сондай. Содан жөліп баратырмыз. Бір жерге отырамыз да мөңкіп отырмыз ғой қазір. Айтқанда. Қала жасап алдық та, ауылымыздан бәрін неғып тастап бір жерге әкеліп үйіп, этаж үйге әкеліп қасынан өтсең деген Құдай сақтасын. Бұл анау жаңа Орекеңдердің ойларына қарағанда бізге қала салып беріпті, бізге мәдениетті үйретіпті ғой. Енді Айеке жаңа бірін айтып біріне кетіп жатырмыз ғой. Бұл әйтеуір біздің көрермендеріміздің, мына жас көрермендеріміздің бізді көрсе екен осы бағдарламаны, және де бір кішкентай ой түйсе екен дейміз. Ой түйсе екен, өзінің қазақтың бір төл сөздерімен мақтанатындай қылып. Осындай бір сөзден бір сөз кетіп барамыз. Енді бір тағы бір сөз бар біздің қазақта. Осы күні тым жақсы қолданамыз. Енді қазіргі жастарымыз енді оны қолдана бермейді. Қолдана бермейді. Оның орнына олар басқаша сөйлейді. Мәймөңкелеп деген сөз бар қазақта. Мәймөңке дейтін. Мәймөңке. Мәймөңкелеп неғып отырсың дейді. Осындай бір сөз тіркестер бар. Мәймөңке деген сөз бар қазақта. Сол мәймөңке дегенді іздестіріп көрдім мен. Мен енді мәймөңкелеп деген кезде анау жырпылдамай, жағымпазданып деген сияқты. Жағымпазданып, ырқ-жырқ болып отырсың дейді ғой. Мәймөңкелемей отыршы дейді. Мәймөңкелемей турасын айт дейді. Енді сондай бір дұрыс емес адамды айтқанша адамға айтылатын нәрсе не шығар? Теңеу шығар мүмкін. Біз сол бір нәрседен алады да соны айтады ғой жаймен жаңағы. Анау енді бұл жаңағы бізде жаңа нелерден жаңа кім айтқандай, Әділбек айтқандай, кітаптарда оқимыз ғой деп. Сол түп несіне келген кезде сол түп несі шығады ғой бұл әңгіменің. Бұл сөз не сөз екен деген сияқты. Енді қолданыста жүрген жаңағыдай қолданыста жүр қазір. Сондай менің білетінім солай. Мәймөңкелеп не бір деп. Ұнатпай қалған адамға айтасың ғой. Мәймөңкенің табиғатына байланысты. Біз де соны айтамыз ғой. Сөйтіп айтамыз. Өйткені оны жасайтын нелер жойылып кетті ғой қазір. Жойылып кетті. Енді ең соңғы адамдар сол жаңағы біздің шешелеріміз шығар сол өздің деп ойлаймын. Соны қолданған. Анадай баулар тоқитын, мынадай қылышы болатын мысалға. Бау тоққанда, соны бау тоқимын дейді, біз соның өрмегін құрысатынбыз. Өрмек дейді, ана жіпті иіреді да ұзыннан, соны бейтіп ұзыннан бейтеп керіп жаңағы жасайды жаңағы ұзын. Бауды неше мысалға қанша жалпақтықта бау тоқысы келеді, сонша қылып мынадай өрмек құрып алады. Соның несіменен жаңағы жіпті жаңағы әртүрлі бояп жасаған жіптерін иіреді ғой, бояу әйтеуір қазанға салып бояйды, оны жінді сөйтіп оны түтеді, оны иіреді, сөйтіп соны домалақ қылып иірген жаңағы әртүрлі светтегі жібін жаңағы өрмектен бейт өткізіп отырады да. Ана бейт тығыздалу керек қой. Соған ағаштан адай қылышы дейді. Қылышымды алып бер дейді. Біз ойнап жүріп, деп ана қылышын алып не қыламыз. Сол қылышты алады да бейт ұрып қояды ананы. Білем ғой. Сөйтіп, сол қылышы бар. Сол жаңағы неде жаңағы мәймөңке дегенде сол жаңағы нені тоқитын кезде бүйтіп арасынан бүйтіп не істейтін мынадай жұқа не екен ғой. Қалақша сияқты. Бау тоқу қарымды не қылады. Оны жаңағы неде жазыпты кейбір жаңағы шегенің басындағы жалпақ несі бар ғой анау. Қалпағы. Соны істейтін нені де сондай деп айтады. Жаңағы мәймөңке деп айтады деп ше жаңағы қалыпты да. Сондайдан сосын жаңағы ана енді жаймен істелетін жаңағы жұқа нәрсе ғой. Соны жаңағы аңғайлап не қылады ғой. Соны мәймөңкелемей айтсайшы дейді ғой, көрдің бе? Құртып алмай, үзіп алмайын деп не қылады? Жоқ, ол үзіп алмайын деп анау тігінен келген мына түрлі түсті жіптер бар ғой.
осыны көрмектің үстінен осылай тереді ғой анау. Иә. Майдалап теріп отырады ғой, бір-бірлеп теріп, майдалап теріп отырады. Мейманкөмен. Жұқа мынандай қалақша қашпен. Иә, сонымен теріп алады, бірінші соны сөйтіп көтереді де, ортасына жаңағы қылышты өткізеді де, қылыштың жалбақты осындай ғой. Сөйтеді де ортасынан нені өткізеді? Арқау жібін өткізеді. Арқау жібін өткізіп керіп, сосын ана қылышпен жаңа нығыздап қатайтады. Көрдің ба? Осы жердегі мейманке, осы көрдің ба? Майдалап теріп отырған екен. Иә. Жоқ, ана білем ана жаңағы. Осы мейманкөлеп деген сөз мен осыдан шықты ғой деп ойлаймын енді, көрдің ба? Табиғаты келеді де, көрдің ба? Күшті. Тоқыма тоқитындар қазір жоқ болып кетті ғой. Мысалға мен ана сондай терме бауы бар, басқұры бар киіз үйдің. Әлі сақтап отырмын үйде. Қимаймын ананы, еңбегі ғой. Айдос, Жолдас, Олжас деп жазғанда мен 2-3 ұлдың атын. Соны орап қойдым. Енді оны киіз үй жоқ қазір ұстайды. Оны ешкім пайдаланбайды қазір. Үйде орап байлап қойдым. Еңбегі ғой. Ондай істейтін адам ол білмейді қазір. Оны өрме құралмайды да, оны. Тағы бір сөз бар екен. Біз оны мына жалпы әдебиетте қолданады. Журналистика саласында қолданып жүреді. Желтоқсан боздақтары дейміз. Иә. Мына қыршын кеткен боздағым дейді. Иә, ол енді белгілі ғой. Боздағынан айырылған ана дейді. Осы жердегі боздақ деген сөзді Айге бір осыны талдап түсіндіріп берші өзің. Боздақ деген сөзді. Бір ауыр естіледі. Иә. Бір ауыр естіледі. Анау Нұрғалым, жазушы Нұрғалым. Иә. Сол жігіттің Даяқ іштен кітабында айтады, Қытайдағы сол алмағайып заман ғой. Сол жақтағы мынау аз ұлттарды қысымға алып жатқан кездегі мынау түрмеге қамалып, ана Оспан Батырдың заманы ма, сол кездегі. Сондағы сол бір ақсақалдың атын айтады. Сондай пәленше деген көкеміз түрмеден шығып келіп отқанда айтады екен, айтып отыратын еді дейді. Бозбастар қалсақ қалайық, боздақтар аман шықса екен деп дейді. Сөйтіп айтып отыратын едік деп, түрмеде деп. Бозбастар дегенде жаңа шаша ақ түскен үлкендер дегені ғой. Біз қалсақ қалайық, мына боздақтар шықса екен деп дейді. Менің түйіп отқаным бұл енді боздақтар деп жаңағындай қыршын кеткен батырларды айтады ғой, жас кезінде кеткен адамдар дегенмен енді жаңа әрненің жаңа Майманкөнінде де айтып жатырмыз иә мысалға. Енді бұл бір жас бір шығып кетқан бірдеңені айта ма боздақ деп. Өсімдік па? Бұл енді боздақ дегенде боздау дегенде де ше. Боздау дегенде бар. Боздау дегенде де түйе боздап келеді. Боздап келеді дейді. Боздап қалды ау дейді. Боздап қалды. Түйе жаңағы аңырап артында аңырап қалды ғой, боздап дейді. Түйенің боздап келатқанының өзі ботадай боздап дейді. Қазір қолданыстан кетіп барады көбісі. Сол ғой, мен айтып отқаным сол ғой. Балдарды мысалға тайға мінгізіп, үстіне жаңағы шап құрып, атқа шап құрып үйретпесе, шауып жүріп, суреттен көріп, мынау тай, оған бала мінді десе, оны бала сезіне алмайды. Иә, өз сезінбе мініп көрмегеннен кейін. Көрмейді, иә. Ана мынау бал деп әне жеге қоя салса, оның тәттілігін жеп көрмесең, бал екенін білмейді. Иә. Сол сияқты көп нәрсе қазір қолданыста болмағаннан кейін ол кетіп бара жатыр ғой. Дұрыс айтасыз. Мынау біз қонақ шақырғанда біз мынау көрермендерімізге бір ой тастасын деп. Иә. Осындай сөздеріміздің мағынасын ашып бір ой қалдырсын дейміз ғой. Сондай ниетпен шақырамыз. Жаңа бағана айтып өткендей, кейінге қалсын кеңесін үлгі қылып айтардай дейтіндей. Иә, осындай сіздің осы тарқатып айтқан сөздеріңізден үлгі қылып айтып жүретіндей, бірде бірге әйтеуір жалғап мынау жастарымыз, кейінгі жастарымыз өсіп келе жатқан. Біз сондай ниеттеміз, тілектеміз. Жыраулық өнерден сабақ беремін ғой. Сонда ол тарсылдатып айта береді де, термен жаттатса. Мағынасын түсінбейді. Сосын мен отырып, мына сөз мынадай деген, мына сөз мынадай деген деп талдап түсіндіріп отырамын. Сезінсін, бала өзі не айтып отқанын білу керек қой. Ол тарсылдатып айтады, түсінбейді. Өзі не айтып отқанын білмегесін, ол екінші тыңдарманға жетпейді ғой ол сөз. Ол іште адам сенімменен айтып отпағаннан кейін соны түсіндіріп отырамын мен. Ол өзі түсінгеннен кейін ол термеге өзінің бөлек эмоциясын береді ғой. Ол деген ана характерін ашып береді. Сезінеді ғой. Адам сезінеді, не айтып отқанын біледі сондай. Айеке, енді мынау бізде біршама сөз талқыладық, мағынасын аштық деп ойлаймын. Біздің көрермендерімізге барынша әйтеуір түсіндіре алдық деп ойлаймын. Енді біздің мынау дәстүрлі бір бөлімі бар біздің подкасттың.
мынау ағаларымыздың, жазушы ағаларымыздың естеліктерінен, сол кісілердің шығармаларынан қысқаша үзінді оқу біздің көрермендерімізге де бір есінде қалу үшін. Иә. Сондай-ақ мынадай жағдай болған екен. Феодализмді аңсау дейтін. Феодализм ба? Феодализмді аңсау. 70-ші жылдардың орта тұсында болған жағдай. Ақселеу Сейдімбеков деген көкеміздің Алматыда белгілі бір газетте бас редактор болып тұрған кезінде, сол кезде болған жағдай екен. Соны Ұлықбек Естеулетов көкемізге әңгімелеп беріпті өзі. Сол кезде мынадай жағдай болған екен. Сол кезде мынау ауылым деген бір ән бар ғой. Кіндігімнің жасқаны, тамған жерім ауылым дейтін. Сол ән радиодан беріліп тым жақсы шығып тұрған кезі, тым жақсы ел халыққа танымал болып таралып, қазіргі тілмен айтқанда хит болып жатқан кезі. Мынадай жағдай болыпты. 70-ші жылдардың орта тұсы болса керек. Сәду Мақашев деген ақсақал келіп жазған дүниесін газетке басуды сұрады. Байқасам, бір әннің сөзіне жазылған солақай сын. Теміржан Базарбаевтың кіндігімнің жасқаны, тамған жерім ауылым деп басталатын тамаша әннің өлеңін Жабайыл Бейсенов деген ауылдық ақын жазған екен. Сәду ақсақал ауылым дейтін сол әннің сөзін тас-талқан қылып сынапты. Бұл деген ескілікті көксеу, феодализмді сағыну, баяғы киіз үйде тұратын қараңғы надан тұрпайы тұрмысты аңсау, қазіргі техникалық прогресс, советтік социалистік өрлеу заманында мұндай кертартпа әнмен қайда бармақпыз? Гүлденген дәуірде жусанмен жуаны жоқтап жүрген не қылған бейшаралық. Сондықтан бұл ән эфирден алып тасталуы керек деп жазыпты дейді. Жаңа мақалада. Ол кісінің бетіне қарап отырып, жаймен ғана ақсақал, сіз осы күнде лимонад ішесіз бе, әлде қымыз шұбатты тәуір көресіз бе деп сұрапты. Әрине қымызбен шұбатқа не жетсін? Дәм татусыз көксуді кім ішеді лимонад деген депті дейді. Шамасы өзіне ұсынуға сусын таңдатып отыр деп қалған болу керек дейді. Ойында басқа түкте жоқ сияқты. Ал сосиска мен колбаса жегенде жақтырасыз ба, әлде қазы қарта жал жая ма депті. Сол кезде қарағым Ақселеу, баланың сұрағын қоймасаңшы, қазы қарта тұрғанда салбыраған сосиска жеп жын ұрып па деді дейді. Сонда сіздің мұныңыздың өзі барып тұрған феодализмді аңсау, ескіні көксеу ғой. Ендеше ақсақалым, мына мақалаңызды ешкімге көрсетпестен алып кете қойыңыз дейді. Сіз жазған жоқсыз, мен оқыған жоқпын деп қолына ұстата беріп еді, сілейіп қалың көзілдірік ішінде көзі жыпылықтап біраз тұрды да, сөзімнің төркіні миына жеткен кезде мақаласын өз қолымен қоқыс шелегіне лақтырып кетті. Әңгіме иесі марқұм Ақселеу Сейдімбек, тыңдаған Ұлықбек Естеулетов дейді. Қызғыштай қорылып балапамдай бапталған қазіргі біздің дәуірде де болып жатады, кездесіп жатады. Көріп жүрміз. Оны мына кімнің? Ғабиден Мұстафинше. Мына Әбілда Тәжібаев 50 жасқа толып, осы Қызылордаға келеді екен. Туған жерінде 50 жасын тойлауға. Сонда Ғабиден Мұстафин үлкен кісі, жазушы, ол еріп келеді екен. Сон келгеннен кейін осы дарияның жағасында үйлер тігіп, жаңағы жазушыларды қарсы алады. Сол қарсы алған дастарханды Күндебай Алдоңғаров деген жырау ақын дастарханды басқарады ғой. Сол басқарады, бәрі ырза болады, таң қалады. Содан кейін маса қалың дарияның жағасында. Бір маса қананы тігеді, жазушыларды сол дарияның жағасына қондырады ғой. Соған түнде бір адам далада деп жүр екен, Әбілда Тәжібаев орнынан ұшып бір келеді. Сол кісінің келген қонақтары ғой. Жай жағдай болды ма, су жақпады ма, мына жеген тамақтан бірдеме болды ма, бір жер ауырып қалды ма деп, кім екен деп жүгіріп шықса, Ғабиден Мұстафин екен дейді. Қолын артына қойып, қатты осы мазасызданып жүр екен дейді. Не болды, ағажан Ғабекен, не болды? Ай, бала, мені бір қатты ой мазалап жүр деп айтты дейді. Бір жеріңіз ауырған жоқ? Жоқ. Бағана ғана басқарған балаңға аты кім еді деп айтты. Ой, Күндебай Алдоңғаров деген осы сыр бойының жырауы ғой, ақын өзі. Нартай бригадасында болған деп. Ойпырмай, маған қатты ой қалдырды бала деп айтты дейді. Дастарханды бастай берген кезде, ойпырмай, мынау не деген білімді азамат. Біздің нелерімізді оқыған, біздің шығармаларымызды оқыған бала екен деп едім. Дастарханның ортасына келген кезде менімен деңгейлес адам болып кетті. Дастархан аяғына келген кезде ол ұстаз, мен шәкіртке айналдым ғой. Мына сөздердің бәрін
қаяқтан көкейіне құйып өскен мынау азамат. Бұл қаяқтан оқыған бұл. Сонда мынадай сырда мынадай азаматтар жүр ма деп мен таңғалып, сол ойымен мазалап жатқызбай, ұйықтай алмай жүрмін. Алматыға барып табаным тисе, Жырау Күндебай деген роман жазамын деп айтты дейді. Ойбай. Содан әбілді ырза болып кетеді. Ана елдің азаматтарында сондай ырзашылығын білдіріп жатқанына. Сондай баға беріп жатқанына. Болды аға, тағы да деректер керек болса, мен ол кісі жайында беремін дейді ғой. Бірақ енді Алматыға Ғабиден Мұстафин жетеді. Жеткеннен кейін сырқаттанады да өмірден өтіп кетіп, жаңағы роман жазылмай қалды дейді. Бірақ сол айтылып еді деп әбілді Тәжібаев Темірше Сарыбаев қайтады ғой. Темірше Сарыбаев ақын белгілі ағамыз иманды болсын. Сол кейінге жеткізіп, сондай Ғабиден Мұстафиннің әңгімесі бар еді. Сыр бойының осы жыраулық өнеріне деген олар қаяқтан алды мұндай білімді деп таңғалып еді Ғабиден Мұстафиннің өзі деп айтады. Сонда біздің жыраулық өнердің осы мына терең әңгімелердің білуі. Олар ар жақта негізі мықты болып тұр ғой. Біздің сыр бойлық жыраулық өнердің сүлейлердің сөзінің ар жағындағы түп тамыры, нәрі таңғалдырып тұр ғой. Тұрған тарих қой. Белгілі жазушының өзін таңғалдырып тұр ғой. Сондай сөздер біздің сыр бойында да жатыр ғой, көп. Айеке, бүгінгі біздің подкастымыз соңында тамам, біз қоштаспаймыз. Келгеніңізге, ой бөліскеніңізге, сөз бөліскеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз, сіздерге әрқашанда шығармашылық табыс тілейміз. Өлмесін қазақтың киелі сөздері. Аумин. Қайттан жаңғырсын, киіз үйге отыратын күн келсін, рақаттанып, іргені түріп тастап. Ана тілінің шырақ сөнбесін. Сәттілік, мынау керемет жақсы не екен.